Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз химия пәні бойынша 10-шы сыныптың 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалауды қорытындылайтын боламыз. Кеттік, бірінші тапсырма. Инструментальды әдістердің қолданылу аймақтары туралы тұжырымдар берілген. Осы тұжырымдардың қайсысы дұрыс дейді? Біріншісі, дәрілік заттардың дайындау және сапасын талдау, криминалистика сараптама жасау, металлургия сапалы құйма дайындауда, медицина нақты диагноз қою үшін дейді. Осының ішінде бірінші, екінші және төртіншісі дұрыс. Екінші сұрақ. Галогендердің фтор, хлор, бром, йод осы бағытта галогендердің электротартқыштығы жалпы келмейтіндігін көреміз. Олай келмейді. Бірақ фторда электрон тартқыштық мәні басқаларына қарағанда аздау, бұл неліктен дейді. Оның бірден бір себебі фтордың атом радиусы кішкентай, сондықтан да ол төмендеу болады. Жауап Б. Үшінші сұрақ. Сілтілік жер металдарының кең тараған қосылыстарының бірі әктас мәрмәр. Мәрмәр қолданылатын саланы көрсетіңіз. Медицина, тұрмыста, құрылыста, парфюмерияда. Енді мәрмәр деген ол мрамор орысша айтқанда. Бұның қолданылатын сала медицинада мрамор енді қолданылмайды, тұрмыстық жағдайда. Құрылыста міндетті түрде қолданылады. Жаңағыдай жол салу деген сияқты бағыттарда қолданылады екен. Төртінші сұрақ. Тотығыстану реакциясы берілген. Осы реакциядағы тотығу процесінің жартылай иондық теңдеуін жазамыз және тотығыстану процесінің жартылай иондық теңдеуін жазамыз. Біз сіздермен тотығу реакциясын қалай жасайтынын өткен сабақта. Енді SO3-ті ең соңғысын алып, екінші жартысын аламыз SO3-ті. Оған қосамыз суды және бұл SO3-ті біз иондық теңдеу қылып шығаруымыз керек. Сонда оған бір оттек кетеді судан, SO4 болып, және сутектің өзі қалады. Сосын оны теңдейміз, екі қойып алдына. Тотығыстану процесінде дәл солай. Марганец O4-ті аламыз. Осыған біз жаңағы водородты қосамыз, сутекті, және суды бөліп шығарамыз. Оны H-ға қосқанда H2O деп бөліп, марганецтің өзі қалады. Үшіншісі, тотықтырғыштың алдындағы коэффициент. Тотықтырғыш бізде сутек, оның алдындағы коэффициент 2 деп жазып қоясыздар. Бесінші сұрақ. Берілген электролиттің электродтағы түзелетін өнімдерінің формуласын жазыңдар. Натрий хлор, цинк NO3, екі жердегі, купрум SO4 ерітінді. Мұна екеуі де ерітінді, натрий хлор бізде балқыма болады. Бұл енді натрий хлор анодта қалай бөлінеді? Анодта хлорда міндетті түрде жаңағы хлор 2 газы бөлініп шығады. Ал цинк NO3-те катодта H бөлінеді. Бұл жерде металл және газ бөлініп шығады. Ол газ именно H2 сутек. Түсінікті, водород бөлініп шығады екен. Купрум SO4-те бұл да ерітінді болып саналады. Бұның анодта міндетті түрде кислород бөлініп шығады. O2 бұл да газ болып шығады. Түсінікті, электролиттің электродында қалай түзелетінін осылай жазып өтесіңдер. Алтыншы сұрақ. Құрамында галогенит, хлорид, бромид және йодид иондары бар натрий тұздары А, Б, С деп белгіленіп берілген. Осыны біз бөліп жазуымыз керек. Мынау хлорид, бромид, йодид қайсысына сай? А, Б, С. Енді біз бұл жерде свойствосына қарайтын боламыз. Ерітіннің түсі барлығы үшеуі де түссіз екен. Кеттік. Егер аргент пен NO3-пен қосқанда қалай болады? Қандай тұнба шығады екен? Сары тұнба, ақ тұнба, сарғыш тұнба. Осы тұнбаларға қарапта сіздер бөлсеңіздер болады. Мысалы, йодидта міндетті түрде сары тұнба болады. Бұда хлорид ақ тұнба болады. Түсінікті, бромидте сарғыш тұнба болады. Себебі ол жерде жаңағы күкірт қосылып кеткен сарғыш тұнба түзілетін болады. Немесе сіздер жаңағы аммиакты суды қосқан кезде қандай
қатты еритін немесе ерімейтін, қалай еритін, осы свойства бойынша да сіздер анықтай аласыздар. Енді аммиакты суда еритін тұнбаның реакция теңдеуін жазыңыз дейді. Арген тұнхлор қосылған NH3. Міне, мынау бізде тұнба. Бұның барлығы бізде біргеді, реакция соединение деп айтады орысша. Бұның барлығы біріккенде NH3 арген хлорды өзіне тартып алғанда үлкен тұнба түзіледі екен. Келесі, А затына қорғас нитратын қосқанда қандай құбылысты байқайсыз, соны сипаттап өту керек. А заты дегеніміз бізде иодид, иодидке біз қорғас нитратын қосқанда, міне реакциясы, міне мына жерде де реакция теңдеуін жазыңыз дейді. Реакциясын жазғанда сіздер көресіздер, тұнба, қандай тұнба түседі? Сары түсті тұнба болады. Жаңа айтып өттік қой. Міне мынау реакция, натрий йод қосылған плюмбум NO3 екі жердегі бізде жаңағы плюмбум бізде йодты алып өтеді, а натрий NO3 алып өтеді. Сосын реакцияны теңестіріп өтесіздер, және сіздер сары тұнбаны байқайтын боласыздар. Келесі, С затына концентрлі күкірт қышқылының қосқанда байқалатын құбылысты сипаттаңыз. Қандай болады екен? С затымыз бізде бромид. Бромидке концентрлі күкірт қышқылын қосқанда, жалпы күкірт бізде сера ғой. Сера ол өте H2S. H2S-тің жалпы иісі жағымсыз болады. Осыны біз бромидке қосқанда ерітіннің түсі қызыл қоңыр түске боялады. Және ол сол өзінің жағымсыз иісін сақтап қалады, және сол иіс шығып тұрады. Ол бізде қандай иіс? Запах тухлых яиц дейді. Ол ашқан жұмыртқаның жағымсыз иісі шығып тұрады. Қауіпсіздік шарасын атаңыз. Оны жаңа тартпа шкафтың астында жасау керек. Оны тек қана мұғалім жасау керек. Иісті тартып алып отыратын, жаңа жағымсыз иісті тартып алып кететін шкафтың астына жасайды. Суретте ауыз суын жер асты және жер үсті су көздері арқылы дайындаудың міндетті түрде алдын ала тазартқаннан кейін барлық сатыларын көрсетілген. Бірінші сұрақ. Ауыз суын тазартуда жиі қолданылатын химиялық қосылыстардың бірі хлорлы қосылыстар. Суды тазартуда неліктен хлорлы қосылыстарды қолданылатындығын түсіндіріңіз дейді. Міне мынау бізде су қоймасы. Оны біз қалай хлорлы қосылысты дәл осы жерде қалай қолданылғанын түсіндіріп өту керек. Жауаптың нақтысы көптеген бактерияларды өлтіреді. Хлор енді бізде бактерия өлтіретін қасиетпен ие. Сондықтан да оның жаңағы жауабы осылай болады. Түсінікті, иә? Міне мынау стрелка бойынша бірінші коагуляция өтіп жетеді, сосын оны тұндырады жақсылап. Коагуляцияны кейін ол өзі реакцияға бөлініп тұнады ғой. Ол тұнбаны сүзіп алады, сосын оны фильтрлейді және таза суы сақталып қалады. Хлорлы қосылыстарды қолданудың бір артықшылығын атаңыз. Оның артықшылықтары арзан, тиімді тотықтырғышты қолданылады, жақсы зарарсыздандырғыш, балдырларды өсірмейді. Түсінікті, иә? Келесі, хлорлы қосылыстардың қолдаудың бір кемшілігін атаңыз. Зарарсыздану өнімінің құрамына еніп, қосымша өнімдер береді. Және қосылатын мөлшеріне дейін қатаң қадағалау қажет. Енді барлық нәрсе қатаң болмаса, ешқандай да результатқа жете алмайды. Сондықтан бұны да даже кемшілік деп атаудың да өзі қиын, бірақ жақсылап жұмыс жасау, ол енді барлық неде қиынға соғады. Сондықтан да бұл кемшілік деп атап өтеді екенбіз. Бұл біздің 7 сұрағымыз. Осы 7 сұрақты жиынтық бағалаудың ең алғашқысы. Осыдан кейін тағы да 4 сұрақты талдау өтетін боламыз. Түсінікті, иә? Жоғары баға алыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Міндетті түрде подписаться кнопкасын басып, лайк басып, өздеріңіз түсінбеген жерлеріңізді
комментарийға пікір ретінде жазып кетсеңіздер, міндетті түрде жауап қайтарамын. Сау сәлеметте болыңыздар, балалар. Пока-пока.